Сәлем қыздар, бүгінгі хит продаж болып жатқан финики шоколадин жасалу жолын, әрлеу, сату жолдарын көрсетемін, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен құрманы жақсылап суық судың астына жуып аламыз, және де осындай бумажный салфетканың көмегімен құрғатамыз. Орехтарымызды жуамыз, мендегі орех миндальмен фундук жақсылап құрғатамыз, және де духовкаға салып кептіріп аламыз. Ол кепкенше құрмамызды ортасынан пышақпен бөліп, ішіндегі сүйегін алып шығамыз. Барлығын аккуратно жасаңыздар, себебі құрма екіге бөлініп кетпеу керек. Енді осы бөлінген жеріне 2 данадан орехтарымызды саламыз. 2 миндаль, 2 фундук солайынан салуға болады. Сосын осылай қысып кішкене жабамыз. Толығымен жабылады, бір-біріне жабысады. Еш қиындықсыз. Енді шоколадымызды ертеміз. Міндетті түрде клубника в шоколаде болсын, финики в шоколаде болсын, шоколадқа біз бельгийский шоколад қолданамыз. Екен сапасы жақсы, дәмі өте дәмді. Осындай водяной баняға жақсылап ерітеміз. Құрмамызға шанышқыны осылайынан саламыз, және де еріген шоколадқа жақсылап малып аламыз. Барлық жағы шоколадқа тиюі керек, соны қадағалаймыз. Бірден шанышқыны алып тастаймыз, пергамент қағазға, фольгаға қойып қатыратын боламыз. Холодильникке салып. Холодильникте шамамен минимум 20 минут тұру керек. Жарты сағат, 1 сағат тұрса да өте күшті болады. Енді бұл жерде айта кететін жайт, егерде бетіне орех немесе посыпка, қандай да бір посыпка себетін болсаңыздар, қатырмай тұрып посыпканы сеуіп аласыздар. Себебі қатқаннан кейін ол посыпка жабыспай қалады. Енді осында пакетикке қалған шоколадымызды құйып аламыз да, толығымен құрмамыздың шоколады қатқаннан кейін алып шығып, осылай бетін шоколадпен әрлейміз. Өзіңіздің фантазияңызға қарай неше түрлі узор істеуге болады. Жай мен секілді сызықтар істеуге болады. Немесе ақ шоколадпен, розовый шоколадпен, түрлі түсті шоколадтармен әрлесеңіздер өте әдемі, керемет болып шығады. Енді бокс дайындайтын боламыз. Бізге осында қорап қажет. Қораптың размері қатты үлкен емес. Және де осындай кекс салатын қағаздар дүкендерде сатылады. Ең кішкентай размерін аласыздар. Құрмаларды осылай ішіне салып, қаз-қатар осылай қойып шығасыздар. Және де мен қасына зәм-зәм қостым. Зәм-зәм суын өте керемет, әдемі бокс болып шығады. Осы боксты 4 құрма, немесе 5 құрма істесеңіздер болады. Және де 250 мл зәм-зәм су қойып, қасына кем дегенде 2,5-3 мың теңгеге сатып сауда жасай аласыздар. Осылай ленточкамен өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әрлеп, әдемлеп жасауға болады. Мінекей мен осындай ақ қағазға және де қоңыр қағазға жасадым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сәттілік, ас болсын барлықтарыңызға.